Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Қойшыбек орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пән мұғалімі Смағұлова Жазира Надирбековна. 3-ші сынып қазақ тілі. Балалар, мына суретте нені байқадыңдар? Осы суретті көргенде ойларыңа не келді? Әрине балалар, бұл ойындар. Бұл ойынды қай мезгілде ойнаймыз? Жаз, жарайсыңдар. Бұл жаз мезгілінде ойналады. Сабағымыздың тақырыбы жазғы ойындар деп аталады. Сабағымыздың мақсаты тыңдаған материалдың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру және сюжеттің даму желісі бойынша иллюстрациялар орналастыру. Кең жолды дәптерге бас әріптер мен кіші әріптердің биіктігін, енін, көлбеулігін және олардың байланысын сақтап жазу. Каллиграфиялық дағдыларын дамыту. Бірінші біз сабағымызда жаңа сөздермен танысайық. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Топ, группа. Жасырын бақ, детская игра в прятки. Жазғы демалыс, летние каникулы. Думан, праздник. Жарайсыңдар, егер қайталап болсаңдар, дәптерге жазып аламыз. Енді бірінші тапсырма. Мәтінді тыңдау керек. Мәтінді мұқият тыңдаймыз балалар. Жазғы демалысты қызықты өткіземін. Маған жазғы ойындар өте ұнайды. Күндіз өзенде шомыламыз. Кешке жасырынбақ ойнаймыз. Біз топ болып ойнаймыз. Жақсы балалар, мәтінді тыңдап болсаңдар, бізге керекті сөздер берілген. Осы керекті сөздерді қойып, мәтінді оқып шығамыз. Жақсы балалар, енді мәтінді оқып болсаңдар, тексеріп көрейік. Жазғы демалысты көңілді өткіземін. Маған жазғы ойындар өте ұнайды. Күндіз өзенде шомыламыз. Кешке жасырынбақ ойнаймыз. Біз топ болып ойнаймыз. Егер дәл сендер осылай жауап берген болсаңдар, жарайсыңдар. Келесі тапсырма. Суретке қарап, жауап бер. Кім не ойнайды? Ойланайық, балалар. Қанеки бастаймыз. Дұрыс айтасыңдар. Әнел мен Әлібек доп ойнайды. Алуа мен Әли секіртпе ойнайды. Аннел мен Анна жасырынбақ ойнайды. Саша мен Анна асфальтқа сурет салады. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырма дәптерге орындаймыз. Жазылым. Тиісті қосымшаларды жалғап көшіріп жаз. Яғни біз қосымшаларды жазбас бұрын еске түсірейік. Егер қосымша жалғайтын сөз жуан болса, онда оған қандай қосымша жалғанады? Әрине, жуан. Ал егер қосымша жалғанатын сөзіміз жіңішке болса ше, онда жіңішке. Жарайсыңдар, астында тиісті қосымшалар берілген. Онда соларды тіркестіріп жазайық.
Жарайсыңдар балалар. Енді жазып болсаңдар тексеріп шығайық. Мен жасырынбақ ойнаймын. Сен жасырынбақ ойнайсың. Сіз жасырынбақ ойнайсыз. Ол жасырынбақ ойнайды. Мен секіргішпен секіремін. Сен секіргішпен секіресің. Сіз секіргішпен секіресіз. Ол секіргішпен секіреді. Егер сендер дәл осылай қосымша жалғап жазсаңдар, жарайсыңдар. Ондай болатын болса, балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды ма, болмады ма? Бағдаршам әдісі арқылы кері байланыс береміз. Қызыл түс бүгінгі сабақты мүлдем түсінбедім. Сары түс бүгінгі сабақты орташа түсіндім. Жасыл түс бүгінгі сабақты түсіндім. Кері байланыс күтемін сендерден. Сау болыңдар.